Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге красный бархат пирожныйын жасап көрсетемін. Ол үшін алдымен ыдысымызға жұмыртқаны және бөлме температурасында тұрған сары майымызды, сүтті құйып миксермен араластырып аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін оның үстіне қантты салып, тағы да миксермен араластырамыз. Массамызды араластырып болғаннан кейін оның үстіне қопсытқышты, қызыл бояуды және ұнды екіге бөле отыра салып араластырамыз. Ұнды екіге бөліп салғанда біздің бисквитіміз өте әдемі үлпілдек болып көтеріледі. Жақсылап араластырамыз, ұн қалып қалмауы керек. Біздің массамыз осылай үлпілдеп тұруы қажет, яғни воздушный болуы қажет. Бисквитіміз дайын болғаннан кейін оны кондитер мешогына салып аламыз. Бисквитімізді пергамент қағазы төселген противеньге пісіреміз. Егер пергамент қағазына жабысып қалады десеңіз, онда оны майлау қажет. Пішінін өз еркіңізге қарай жасайсыз. Мен дөңгелек етіп жасадым, және барлық бисквит бірдей пішінде болуы қажет. Бисквитті құйып болғаннан кейін оны 170 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Оның піскенін шпажка жүреу арқылы білеміз. Енді креміне кірісеміз. Салқындатылған сливкидің үстіне секерімізді салып миксерлейміз. Сливки қоюланғаннан кейін оның үстіне маскарпоне немесе творожный сырды салып, тағы да араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап орташа жылдамдығына дейін апарып миксерлейміз. Крем дайын болды. Өте қою және өз массасын ұстап тұруы қажет. Енді пирожныйларымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін алдымен ыдысқа бисквиттердің астарын қойып аламыз. Үстіне кремімізді өзіңіз қалаған узормен жағып шығасыз. Видеода көрсетілгендей етіп, шетіне қатты шығармай ортасына жағамыз. Кремімізді салып болғаннан кейін оның үстіне екінші бисквитімізді әкеліп жабамыз. Және төмен қарай басу қажет. Сонда біздің кремдеріміз бисквиттің жан жағына қарай шығады. Осылай барлық пирожныйымызды дайындап шығамыз. Және оның үстін өздеріңіз қалаған бойынша әсемдеуге болады. Мен кремді жағып шықтым және оның үстіне құлпынайды қойдым. Осымен біздің өте әдемі, өте дәмді, тез жасалатын красный бархат пирожныйымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.